Сәлем достар, эфирде қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, бүгінгі тақырыбымызды ашу үшін мен сендердің назарларыңды өзіміздің интерактивті тақтаға аударғым келеді. Қараңдар, не деп ойлайсыңдар? Бұл жерде не жыртылып бүйтіп әр түрлі неше түрлі бөлікке бөлінген? Карта. Енді сендердің көмектерімен картаны құрастырайықшы. Ортаға жинайық. Мынаны мына жерге, мынаны мына жерге. Енді сандықты ортасына, иә? Иә. Сандықты ортасына. Енді Бәрекелді. Астына. Аха. ал ең соңғысы жердің орнына. Ең соңғысын мына жерге қоямыз. Мінекей, бәрекелді. Рахмет. Бізде не бар? Карта. Карта. Бұл картада не көрсетілген? Сандықтың орны. Ал ол сандықта не бар? Қазына. Дұрыс. Қазыналы сандықтың қай жерде тығылып тұрғанын, жатқанын бізге мына карта көрсетеді, Иә. Бұны мен не үшін айтып тұрмын? Балалар, білесіңдер ме? Ерте заманда адамдар өзінің құнды заттарын, ақшаларын, терілерін, солардың барлығын не істейтін? Сандыққа салатын. Сосын оны бір белгілі жерге. Иә, ешкім көрмеген жерге, тек қана өзі білетін жерге барып не істейді? Қазып тығып қояды. Неге? Басқалар алып алмау үшін. Сақтайтын және де оны жинақтайтын, көбейтетін. Бұрын егер адамдар осындай өзінің қазыналарын жерге тығып, қазып, көміп тастаса, біз қазір ақшаларымызды, құнды заттарымызды банкке алып барып, сол жерге банк салымын жасаймыз. Жалпы банктың салымын басқаша қалай атауға болады? Депозит. Депозит, өте дұрыс. Ата-аналарыңнан естіген боларсыңдар, Иә. Жалпы депозит не үшін керек? Онда біз ақшаны қалай жинаймыз? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы. Депозит не үшін керек? Және де онда біз ақшаны қалай жинақтаймыз? Осыны білу қаржылық сауаттылықтың негізі. Заманауи депозиттердің ізашарлары Вавилонда, ежелгі Мысырда, ежелгі Римде, ежелгі Грекияда пайда болған. Депозит сөзі бізге латын тілінен енген. Ол сақтауға тапсырылған зат дегенді білдіреді. Бұл кездейсоқтық емес. Өйткені банк салымдары жөніндегі алғаш заңдар дәл Рим құқығында пайда болды. Орта ғасырлық заманда банктік салымдар өз танымалдылығын жоғалтты. Бірақ крес жорығы кезінде олар қайтадан сұранысқа ие болды. Рыцарлар Иерусалимді жаулап алуға шыққанда өз мүліктерін сатып, ақшаларын сол кездегі қаржы ұйымдарына салған. Ғибадатханаларға, итальяндық банкерлер үйлеріне. Бұл ретте тамплиерлер ордені жетістікке жетті. Рыцарь ғибадатханашылар салымдар қабылдап, пайыздар төлеумен ғана айналысқан жоқ. Салынған сомаға вексельдер берді. Олармен тамплиерлердің кез келген қамалында қаржы алуға болатын. Банк жүйесінің дамуымен банк салымдары да дамыды. Депозиттер бүгінде де ең көне, қажет әрі құрметті банк өнімі болып саналады. Достар, банк салымы, яғни депозит, бұл салымшының, яғни клиенттің депозит түріне сай банкке салатын ақша сомасы. Ал дәл осы ақшаны банк пайда табу мақсатында оны қолданады. Және содан пайда табады банк өзіне. Ал сол тапқан пайдасынан белгілі бір пайызды, белгілі бір процентті салымшаға депозиттің үстіне сыйлық ақы ретінде бізге клиенттерге Ақша қосады. Ақша қосады, оны біз сыйлық ақы дейміз. Ал банктік салымдардың, депозиттердің бірнеше түрі бар. Бірінші мерзімді, екінші шартты түрі, одан кейін белгілі бір уақытқа дейін, қажет уақытқа дейінгі салымдар. Ал кезінде, бұрынғы кездерде қандай салымдар болды? Сол жөнінде білейік. Ерте заманда Ұлыбританияда зергер ақша салымдарын алтынға, бағалы тастарға, ақшаға толы арбасымен тасымалдайтын. Зергерлердің ақша сақтауға арналған сенімді әрі үлкен жертөлелері болғандықтан, олар аса құнды заттарды қабылдаған. Құнды заттардың орнына зергерлер салымшыларға қолхат беретін. Бұл қолхаттар нәтижесінде банктік чектерге айналды. Достар, қаржылық сауаттылық бұл қаржы әлеміне жасаған әр қадамдарыңа деген жауапкершілік. Достар, ал енді сендермен бірге бұрынғы ежелгі заманға қайта оралайықшы. Картаны еске түсірейік бағанағы. Қараңдар, сол карта секілді мына жерде біздің интерактивті тақтамызда тағы да бір карта салынып отыр. Бұл жерде біз
қазыналы аралды табуымыз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Мынау тұрған жауапсыз сұрақтарға біз жауап берулеріміз керек. Сонда біз көп ақшаға кенелеміз. Дайынсыңдар ма? Иә. Олай болса, кеттік. Бірінші кімнен бастайық? Кел, Қайырхан. Сонымен бірінші сұрақ. Көмектесеміз, балалар. Белгілі бір мерзімге сақтауға салынған банк салымы қалай аталады? Мерзімді салым немесе мерзімсіз салым? Мерзімді салым. Қойық. Тамаша. Жасыл боп жанды, орныңа отыр. Яғни бұл дұрыс деген сөз. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Алидар. Келісім шарт жасасу кезінде ескерілген белгілі бір жағдайлар бойынша ақша төлеуді білдіретін банк салымы қалай аталады? Екі түрі бар. Шартты немесе келісімді? Келісімді. Жоқ, келісімді емес екен, шартты. Келісімді деген... Шартты деген, яғни барлық шарттары ескерілген деген сөз. Орныңа отыра ғой, көп рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Саяжан. Банк салымына ақша орналастырған үшін салымшыға төленетін ақы қалай аталады? Отыз төлемі немесе сыйақы? Сыйақы. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Айбар. Сонымен төртінші сұрақ. Банк салымшыларға не үшін сыйақы есептеп береді? Ойланамыз. Салымшылардың ақшаларын қолдану арқылы табыс табу үшін, немесе салымшылардың ақшаларын сақтау үшін бе? Табу үшін. Не табу үшін? Пайда табу үшін ба? Өте дұрыс. Керемет. Ал, Жанел, қолыңды көтермесең де болады. Банк салымын қай валютада жасауға болады? Кез келген валютада ма? Әлде тек ұлттық валютада? Кез келген валютада. Әрине, дұрыс. Орныңа отыра ғой. Біздің банктік жүйеде кез келген валютада депозит ашуға болады. Сонымен, алтыншы сұрақ қалды. Мен оқиым, сендер маған көмектесіңдер. Жарай ма? Иә. Қараңдар. Банктен өз салымыңды кез келген уақытта алуға бола ма? Иә, болады. Болады. Тексерейік. Әрине, иә, болады. Ал, достар, бір-бірімізге ду қол шапалақ. Біз қазыналы аралға жеттік, және де қазынаны таптық. Қолдарымызға алтын тиындар түсті, ақшалар түсті. Елестетіңдерші. Қуаныңдар енді. Қолдарыңда миллиондаған ақшалар бар. Енді осы ақшамен не істейсіңдер? Айтыңдар. Жинаймыз. Қалай? Депозит. Банкке саламыз деп Қайырхан бірден қайрап айтты. Дұрыс, заманауи адам, егер қолына ақша түссе, бірден банкке апарған дұрыс болады, е? Сөйтіп, біз ақшаны көбейтеміз, жинаймыз. Сендер де дұрыс айттыңдар, ақшаны жинаймыз. Ал ерте заманда, бұрынғы заманда адамдар өз қазыналарын не істеген екен? Сандыққа салып, тығып қойған ба? Енді біле отырайық. Кезінде ежелгі Грекияның ғибадатханалары банктердің міндетін атқарған. Оларға ақша мен құнды заттарды сақтауға тапсыруға болатын. Ал сол заттар мен ақшалар үлкен ғибадатханалық қазына қоймаларында сақталған. Ғибадатханалар тіпті пайызбен қарызға ақша беретін. Ал одан тапқан табыстарды абыздар аса құрметті жерлерді күтуге және ғибадатханаларды әшекейлендіру үшін қолданған. Жауапкершілік, тәртіп және жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың негізі. Бізбен бірге ойыңды ұштап, табыс тәлімге қадам бас. Білім бұлағы, қаржы мектебін үйретуден жалықпас. Ақша табу, оны жинау, тәсілдерін көрсетеді. Кел ендеше, мұқият бол, қаржы әлемі қызықты. Достар, сарапшылардың ойынша, банк салымдары депозиттер. Үлкен табыс сендерге алып келмейді. Жалпы депозит не үшін керек? Ақшасын сақтап, және кепілді түрде оны сақтап, оны кішкене болса да көбейту үшін соған ұмтылған адамдар үшін жасалған негізі. Ал қазіргі заманда депозит аштым деп ешкімді таңғалдыра алмайсың, Иә. Ал кезінде депозит деген банк салымдары жалпы бұл жаңашыл, тың жаңашыл нәрсе болған екен.
Мәскеудегі Сбербанктың орталық ғимаратының алдында Ресей жинақ кассасының тұңғыш салымшысы Николай Кристофаридің құрметіне ескерткіш орнатылған. Ол алғашқы болып, сол заманда үлкен сома есептелген 10 рубль күміс ақшаны Сберкассаға сеніп тапсырған. Ал 165 жылдан соң оған қола ескерткіш орнатты. Біздің қаржы мектебі қаржы әлеміне дұрыс қадам жасауларыңды үйретеді және көрсетеді. Ал достар, енді бағдарламамыздың аяғына қарай біз әдеттегідей не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, біздің ойынымыз сол әдеттегідей. Мына жерде бізде ортаңғы бағанада банк салымдарының, депозиттердің 5 артықшылығы жазылған. Сендер сол артықшылықтарға сай суреттерді орындарына қоюларың керек, бәрі түсінікті ғой? Иә. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Бірінші Жанелді ортаға шақырайын. Рәсімдеудің қарапайымдылығы дейді. Бірінші. Төртінші деп. Өте дұрыс. Жалпы, қазіргі заманда ешқандай қиыншылық тудырмайды. Сендер тек банкке өздерінің төлқұжаттарын алып барасыңдар. Бар болғаны бір жарты сағаттың ішінде сіздер рәсімдей аласыңдар, иә? Депозитті. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Айбар. Табысты есептеу оңай. Бірінші. Бұл табыс қой, әрине. Балалар, өте оңай. Депозит ашқан кезде, сендер банк салымын жасаған кезде келісім шарт жасайсыңдар банкпен. Келісім шартта барлық пайыздар сендердің яғни табыстарың жазылған. Сондықтан оны есептеу оңай. Әрі қарай жалғастырамыз. Саяжан, келе қойшы қасыма. Банк депозиттері сенімді. Үшінші. Ал мен Сенім. екінші деп ойлаймын. Деп ойлайсың ба? Білмеймін. Сейфтің сурет. Менен сұрама, балалардан сұра. Болмаса, әнекей өзінің жауабы дұрыс екен. Әрине, банк депозиттері өте сенімді. Сендердің ақшаларың жоғалып кетеді деп ешқандай уайымдамайсыңдар. Себебі банктер оларды ұқыпты сақтайды. Әрі қарай жалғастырамыз. Кел, Алидар, асығып тұрсың ғой бүгін сен бір жаққа. Банк салымдары табыс әкеледі дейді. Мынау сурет. Жоқ. Жоқ. Көрдің бе? Тағы да асығып келесің. Алидар, көп рахмет саған. Өте дұрыс, доғал шапалақ Алидарға. Банк салымдарын сендер жасаған кезде банкке ақша апарасыңдар ғой. Сол ақшаны банк алатта бүйтіп сақтап қоймайды. Ол ақшаны айналымға жібереді. Айналымнан банк пайда табады. Өзі пайда табады. Және де сол табысымен сендермен бөліседі пайыз ретінде. Қандай керемет, Иә. Әрі қарай жалғастырамыз. Ал Қайырхан, келе ғой. Салымдар жинақ жасауға көмектеседі. Мен Сенің ойыңша осы сурет, салым жасайсыңдар, оны көбейткен сайын сендердің де ақшаларың көбейеді. Қосымша плюс оған банктың сыйақысы жаңағы пайыздары бар. Сөйтіп ақша жинақталады. Керемет, достар. Бүгінгі бағдарламадан біз не ұқтық? Депозит ол уже оңай. Бұрынғы заманда депозиттер қиын болған, қазір өте оңай. Оны рәсімде өте оңай және тез. Саяжан? Депозит 3-ке бөлінетінін түсіндім. Ағай, мен айтайыншы. Айбар, қазір айтасың. Банк депозиттер сенімді екенін білдім. Біз депозит салғанда банк өзіне пайда табады және бізге бөліседі. Салымдар жинақ жасауға көмектесетінін ұқтым. Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі тақырыпты өте жақсы меңгеріп алдыңдар. Достар, қазіргі заманда ақша салып, яғни инвестициялап, одан табыс табу мүмкіншіліктері өте көп, Иә. Ал солардың ішіндегі ең сенімдісі бұл депозиттер болып табылады. Оны бізге сарапшылар айтады. Сонымен депозитті біз бәріміз түсіндік, ұғып алдық, Не үшін керек, және де оны қалай жасау керек, онда ақшаны қалай көбейту керек деген бүгінгі сабақтан сендер де түсіндіңдер деген ойдамыз. Қаржы мектебімен бірге қаржылай сауатты болуды үйреніңдер. Есепсіз дүние жоқ, соны естен шығармаңдар. Келесі кездескенше!